Көп адам қоғамдағы үлкен өзгерістерді тек заң, реформа немесе мемлекеттік шешімдер жасайды деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде қоғам күнделікті қарапайым таңдаулардан құралады. Әр адамның адал әрекеті үлкен өзгерістің кішкентай бастамасы. Мысалы, кезекте өз орныңды күту – бұл да адалдық. Құжатты ресми тәртіппен өткізу – бұл да адалдық. Таныс тауып берші демеу, бейресми төлем ұсынбау, біреудің құқығын айналып өтпеу – мұның бәрі қарапайым көрінгенімен қоғам үшін өте маңызды. Егер бір адам заңсыз жолмен артықшылық алса, басқа біреудің құқығы бұзылады. Біреу кезексіз өтеді, басқа адам ұзақ күтеді. Біреу таныс арқылы мүмкіндік алады, лайықты адам шетте қалады. Біреу пара береді, әділдікке деген сенім әлсірейді. Адамдар ереже бәріне ортақ екенін көргенде қоғамға, мекемеге, бір-біріне сенімі артады. Сенім бар жерде тәртіп те, даму да, әділ бәсеке де болады.